Саламатсыздар ма балалар? Біз өткен сабақта домбыраның қойылымды, оң қолдың қойылымы және сол қолдың қойылымы және қағыс қағып үйрендік, саусақтарды қойып үйрендік. Енді біз әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін біз домбырада жеңіл және оңай әннен бастаймыз. Орыстың халық әні «О саду ли в огороде». Бірінші, бұл әнді мен сіздерге ойнап тыңдатайын. Міне балалар, жоғарыдан санағанда үшінші пернені ортаңғы саусақпен басамыз. Екі қағыс. Бір, бар. Енді бірінші саусағымызды екінші пернеге. Қайталайық. Барлығын ашамыз. Үш рет қағыс қағамыз. Төртінші қағыста екінші пернені басамыз. Осы екі тактыны қайтадан қайталайықшы. Үшінші перне. Екі рет. Онан кейін екінші перне екі рет. Ашамыз. 0. Үш рет. Төртінші қағысқа бірінші сызыққа басамыз. Әрі қарай қайтадан жаңағы ойнаған бірінші тактымыз қайтадан ойналынады. Енді барлығын ашамыз да бір қолымызды нүктеге апарамыз. Ге. Екі. Ге. Бірінші бөлімі бітті. «О саду ли в огороде'нің. Ал міне үшінші перне екі рет, екінші перне екі рет, ашамыз 0, 1, ге, екі, ге деген кезімізде екінші пернені басамыз. Қайтадан бірінші такты қайтадан қайталанады. Түсінікті ма? Жалғастырамыз. Енді екінші қосылып орындалады. Бірінші саусағымызды екінші пернеге қоямыз. Бармағымызды үшінші пернеге қоямыз. Екі қағыс. Енді бармағымызды екінші пернеге дәл бірінші саусақтың үстіне қоямыз. Үстіңгі шек ашылады. Қағыс, төртінші қағысқа бармақты қоямыз. Қайтадан бірінші такты қайттан қайталанады. Екі қағыс, төмен, нүктеге қолымызды жинақтап аламыз. Төмен, жинақтап аламыз. Екінші бөлімді тағы да қайталаймыз. Музыка тілімен айтқанда реприза. Реприза алдында қою бояумен боялып, және соңғы жағында қою бояумен боялынады. Соны екі ортаны қайталайтында реприза деп айтамыз. Қысқарту белгісі, музыка тілімен айтқанда қысқарту белгісі реприза. Енді нүкте, нүкте.
кішкене қолымызды төмен түсіреміз, демаламыз. Қайттан сабағымызды қорытындылайықшы. Үшінші пернеге екінші саусақты қоямыз. Екінші нүкте. Ашамыз 0. Екінші перне. Қайтадан үшінші перне. Екінші перне, екі қағыс. 0. Нүкте. Енді осы әннің екінші бөлімі. Бармағымызды үшінші пернеге апарамыз. Енді екінші пернеге екі қағыс. Үстін ашамыз. Үш қағыс, төртінші қағысқа бармақ. Қайталау. Реприза. Ашамыз. Бірінші тактісі. Төмен нүктеге апарамыз. Төмен нүктеге апарамыз. Түсінікті ма, балалар? Осыны үйден ерінбей 7 рет қайталаймыз. Ең кем дегенде 7 рет қайталау керек. Сол кезде балалар естеріңде сақталады, қолдарында жақсы жүре бастайды. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, келесі сабаққа шейін сау болыңыздар.